Адал азамат мемлекет тірегі. Мемлекет басшысының жарлығымен 2022 жылғы маусымда ұлттық құрылтай құрылды. Бұл президент жанындағы кеңесші орган. Негізгі мақсаты қоғамдық бірігуді дамыту жөніндегі идеялар мен қадамдарды тұжырымдау. Ұлттық құрылтай төрағадан, оның 2 орынбасарынан, мүшелерінен және хатшыдан тұрады. Қазақстан президенті ұлттық құрылтайдың төрағасы. Ұлттық құрылтайдың құрамы белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлерінің, саяси партиялар, үкіметтік емес сектор, бизнес қауымдастықтар, сарапшылар қоғамдастығы және облыстардың республика маңызы бар қалалардың, Астананың қоғамдық кеңес өкілдерінің қатарынан жасақталады. Ұлттық құрылтайдың құрамы кезең-кезеңмен, оның мүшелеріне ротация жүргізу тәртібімен жаңартылып тұрады. Ұлттық құрылтайдың отырыстары қажеттігіне қарай бірақ жылына кемінде 1 рет өткізіледі. Осы уақытқа дейін Ұлытау, Түркістан, Атырау және Бурабайда 4 отырыс өтті. Биыл ұлттық құрылтайдың құрылғанына 3 жыл толды. Осы уақыт ішінде құрылтайда көптеген бастама көтеріліп, басым бөлігі орындалды. Мәселен, Шығыс Қазақстан мен Абай облыстарында жаңа аудандар құрылды. Балалар кітапханасы жобасымен мектептерге арналған Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы іске асты. Әзірет Сұлтан тарихи-мәдени музей қорығына ұлттық мәртебе берілді. Яссауи мұраларын зерттеуге арналған ғылыми орталық құрылды. Ұлттық кітап күні белгіленді. Ұлттық құрылтайда көтерілген бастамаларды жүзеге асыру аясында 16 заң қабылданды. Атап айтқанда, мерекелер туралы заңға түзетулер енгізіліп, 25 қазан республика күні ұлттық мереке мәртебесіне ие болды. Түркістан қаласына ерекше мәртебе берілді. Онлайн платформалар және онлайн жарнама туралы заң қабылданды. Мемлекеттік жастар саясаты, креативті индустрияны қолдау, ғылым және білім беру мәселелері, бұқаралық ақпарат құралдары, жұмысшы мамандықтардың мәртебесін көтеру, әйелдердің құқығы мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, есірткі өндірушілер мен оны тасымалдаушылардың жауапкершілігін саралау, вейпке тыйым салу, ойын бизнесі, лотерея және лотерея қызметі, вандализммен күрес және табиғи объектілерді қорғау, айбын орденінің түрлі дәрежесіне майдангер батырларымыз Сағадат Нұрмағамбетов, Бауыржан Момышұлы, Рахымжан Қошқарбаевтың есімін беру, ономастика және символикалардың бірыңғай стандарты жөнінде заңнамалық түзетулер енгізілді. Құрылтайдың 4-ші отырысында мемлекет басшысы тәуелсіздіктің 40 жылдығына дейінгі ел дамуының 5 басым бағытын айқындап берді. Бұл цифрландыру және жасанды интеллект, көлік және транзит, энергетика, агроөнеркәсіп секторы және адам капиталы. Бағдарлама Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.